Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі керемет дәмді болып шығатын булочкин рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне дрож, қантымызды және тұз бен бір жұмыртқамызды салып, венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген рецепті таба аласыздар. Қамырымызды жақсылап жұмсақ етіп илеп аламыз. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Енді илеп болған қамырымыздың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа бөлме температурасына көтерілгенше қалдырамыз. Барлығын дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерден де керемет булочкалар шығады. Алдымен қамырымыздың үстін осындай пленкамен жауып аламыз. Содан кейін үстін сүлгімен жауып, бөлме температурасына қалдырамыз. Мінекей менде қамыр 1,5 сағат тұрды, осылай көтеріліп шықты. Енді қамырымызды алып, пышақпен кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Алдымен қамырымызды осылай жайып аламыз, содан кейін пышақтың көмегімен кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Біркелкі болсын десеңіздер, таразыны пайдалансаңыздар болады. Барлық қамырды пышақпен бөліп алдық. Енді мен таразының көмегімен барлық қамырды біркелкі етіп 90 граммнан жасап шықтым. Егер бірдей болсын десеңіздер, сіздер де дәл осылай жасаңыздар. Енді қамырларымызды қолымызбен осылай домалатып шығамыз. Барлық қамырды дәл осылай видеодағыдай домалақтап шығамыз. Қамырларымызды домалақтап болғаннан соң бетін жауып 20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Содан соң булочкаларымызды дайындайтын боламыз. Мен сияқты табаның үстіне пергамент төсеп, соның үстіне жасасаңыздар болады. Алдымен қамырымызды алып, дәл ортасына крышканы қоямыз. Содан кейін пышақтың көмегімен шет-шетінің барлығын дәл осылай кесіп шығамыз. Барлығын видеодағыдай жасаңыздар. Пышақпен 6 бөлікке бөлеміз. Сонда біздің булочкамыз гүл формаға келеді. Енді қамырымыздың шет-шетін барлығын дәл осылай біріктіріп шығамыз. Мен сіздерге тағы біреуінің жасалуын көрсетейін. Алдымен қамырымызды қоямыз, дәл ортасына крышкамен басамыз және 6 бөлікке бөліп шығамыз. Содан кейін барып, шет-шетін барлығын біріктіріп, гүл формаға келтіреміз. Барлық булочкаларымызды осылай жасап шығамыз. Енді салмасына кез келген творог, варенканы қолдансаңыздар болады. Мен клубничный жем қолдандым. Барлығына дәл осылай салып шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Салмасын салып болғаннан соң бір жұмыртқаның сарысын булочкаларымыздың бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді 220-240 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің пешімде 20 минутта пісіп шықты. Осылай қызарып, жұмсарып, ісініп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ болып шықты. Ал ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Булочки маған және менің отбасыма өте қатты ұнады.